Қайырлы күн баршаңызға. Біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздер сан есімдермен танысамыз. Ағылшын тіліндегі сан есімдер. Ағылшын тілінде 0, 0 деп аталады. 0. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Кешегі өткен сабағымызда өткен дыбысы Т мен H бірігіп С деген қатаң дыбыс берді. С, 3. Кейбір адамдар бұны free деп айтады. Free деген дұрыс емес. Free бостандық дегенді білдіреді. Free. Ал мынау 3. Келесі 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6 емес, көп студенттер оны қате айтады. 6 деп 6. Қазақ тіліндегі деген дыбыс сияқты. 7, 7, 8, 8. Әріптердің қосындысы и деген дыбысты беретін. Мен өткен сабақтардың бірінде айтқам. 9, 9, 10, 10, 11, 11. Кейбір студенттер бұны 11 деп айтады, олай емес 11. Келесі 12, 12, 13, 13, 14, 14. Өздеріңіз қарап отырғандай, тиінге екпін түсіреміз. Келесі 15, 15, 16, 16. Тиін дегендердің бәрі орыс тіліндегі 12-ға сәйкес келеді. 12, 13, 14 деген сияқты. 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Мына тиін деген жұрнаққа келетін болсақ, тиін деген жұрнақтың өзі жалғыз тұрып жасөспірім бала дегенді білдіреді. Тиін. Жасөспірім, тиініз жасөспірімдер көпше түрде. Немесе оны келесі сабақтарда бұл туралы жарайды, тиін туралы тағы да түсініп кететінмін. Өздеріңіз білесіздер, teenager деген сөз бар еще. Teenager, жасөспірім. Соның қысқарған түрі тиін. Жасөспірім бала немесе жасөспірім қыз. Келесі тағы бір айта кететін мәселе ол зат есімдердің көпше түрі. Ең қарапайым бірінші ереже зат есімге с жалғауын жалғаймыз, қатаң дыбысқа біткенде, немесе қатаң звонки деп айтады, мынандай дыбысқа біткенде. Мысалы үшін cat мысық, cats мысықтар. Book кітап, books кітаптар. Bag сөмке, bags сөмкелер. Мысалы, I have 2 nice books. I have 2 nice books. I мен have бар. Өткен сабақтардың бірінде түсіндіргем. 2, 2 бүгін өттік. Nice жақсы дегенді білдіреді, оны білесіздер. Books кітаптар. Менде 2 жақсы кітап бар. Енді қазақ тілінің ережесіне, нормасына сай менде 2